Қоғамда онкология десе төбе шашы тік тұрмайтын адам жоқ. Өкінішке қарай әзірге әлемде аурудың ізінде қалдырмайтын дәрі жасалмай тұр. Алайда алдын алу жолдары мәлім. Мысалы, жатыр мойны обыры деген бар. Ол 200-ден аса себеппен пайда болады. Соның ішіндегі бірнешеуі өлімге кеп соқтырады. Адам папиллома вирусы. Бұл емделмейді. Түптің түбінде нәзік жандыларды жақыннан айыратын қатерлісікке алып келеді. Около 600 женщин ежегодно мы теряем от онкологических заболеваний. Елімізде жыл сайын 600-ге жуық азаматша адам папиллома вирусына негізделген қатерлісіктен көз жұмады. Біз осының алдын алу үшін 11 жастағы қыздарға халықаралық деңгейде мойындалған екпе қоймақпыз. 4 валентті вакцина ақш-тан сатып алынады. Ол үшін тиісті қаражат бөлінді. Айта кетерлік маңызды жайт, болашақта Қазақстанда жас көрсеткіші төмендеуі мүмкін. Тамыз айының басында өңірімізге жасаған жұмыс сапары барысында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова бақ өкілдерімен кездесті. Сонда осындай мәлімдеме жасады. Соңғы деректерге сүйенсек, Қазақстанда қыркүйектің соңында немесе қазанның басында жеткіншек қыздарды иммундау басталады. Әрине, бұл жерде ата-ананың келісімі ескеріледі. На сегодняшний день рак шейки матки у нас стоит на втором месте в структуре. Бүгінгі таңда біздің елімізде өзектілік жағынан жатыр мойны обыры, сүт безі обырынан кейін екінші орында тұр. Яғни мыңдаған науқас тіркелді. Жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін Қазақстан батыл шешім қабылдады дегім келеді. Әлемнің 75 мемлекетінде екпе бұрыннан қолданылады. Оларда көрсеткіш бірсыпыра төмен. Жатыр мойны ісігі жылдан жылға жасарып жатқанында байқаймыз. Бұрын оған орта буындағы әйелдер шалдығатын. Қазір қыздарды есепке алынуда. Мысалы, менің емдеуімде 24 жастағы науқас болды. Адам папиллома вирусына қарсы екпе неге 11 жастағы қыздарға салынады деген сұрақ автоматты түрде туындайды. Оның себебін гинеколог дәрігерден сұрадық. Айықпас ауру көп жағдайда ерте төсек қатынасы салдарынан пайда болады. Маманның пікіріне құлақ түріңіздер. Самый главный принцип – это до начала половой жизни. Ең басты міндет төсек қатынасына дейін иммундалу. Үлкен өмірге аяқ басқан шақта қыздардың бойында арнайы антидене болуы тиіс. Ол адам папиллома вирусына қарсы тұрады. Сондықтан Қазақстанда 11 жас таңдалды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы. Екпе мәжбүрлі түрде салынбайды. Ата-ананың келісімі міндетті түрде алынады. Бұл жерде әрбір адам өзінің көзқарасына қарай шешім қабылдауы қажет. Бұған дейін Қазақстанда адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салынған. Яғни алдағы науқан елімізде алғашқы емес. Осыдан 10 жылдан аса уақыт бұрын Қазақстанның 4 облысындағы ондаған емес, жүздеген емес, мыңдаған жеткіншек қыз иммундалыпты. Нәтижесі бәрімізге белгілі, жағас тұтарлық жағдайлар тіркелген жоқ. Қазір қоғам екі ұшты пікірде. Біреулер екпе алуға қарсы емес, күндегі дәрісіне күмәнмен қарайтын халықтың екінші жартысы болса, қыздарының болашағына балта шабудан қорқады. Ал кейбір тұрғындар иммундау маусымы жайлы естімеген. Первый раз такое слышу. Это вообще-то внучка, поэтому родителям решать. А вообще как относится вакцинация? Ну, положительно. Мы вообще от всех прививок на самом деле отказываемся, поэтому я даже не в курсе, что там осенью начинается. Агитация слабая, мы не информированы практически. А сейчас онкология, она, по-моему, после сердечно-сосудистых на следующем месте. Сөз соңында статистикамен бөлісеміз. Қазір өңір есебінде жатыр мойны обыры дертіне шалдыққан 563 науқас тұр. Ағымдағы жылдың қаңтар-тамыз аралығында тізімге 39 адам қосылыпты. Дерттен 9 бірдей жерлесіміз көз жұмған. Қоса кетейік, қыркүйектің 14-і облыстық онкологиялық орталықта ашық есік күні шарасы өтеді. Онда білікті дәрігер азаматшыларға қабылдау жүргізеді. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МТРК.